Асқабақтың адам ағзасына пайдасы. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен асқабақ дәнінің қандай ауруларға пайдасы, яғни емі бар екенін білетін боласыздар. Видеоны толық қарап, менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Асқабақтың адам ағзасына пайдасы ежелден белгілі. Бұл көкөністі тамақ ретінде жеу арқылы ағзаны қажетті дәрумендер мен минералды заттарға толықтыра аласыз. Әрі көптеген дертке дауа болатын қасиеттерге ие. Әсіресе асқабақтың дәні өте пайдалы заттардың қайнар көзі. Асқабақ дәнектерінің құрамында жүрек жұмысын қалыпқа келтіре алатын магнийдің жеткілікті мөлшері бар. Магний жүрек бұлшық еттерінің жұмысын жақсартып, ырғақтың бұзылуына тосқауыл қояды. Ғылымда дәлелденгендей, холестериннің жоғары деңгейі жүрек қан тамырлары ауруларын тудырады. Ал дәнектердің құрамындағы фитостеролдар қандағы холестерин деңгейін төмендетеді. Қан қысымын тұрақтандыратындықтан гипертониктарға жиі шығып тұруға кеңес береді. Сонымен қатар қандағы холестерин деңгейін түсіреді. Жүрегі ауыратын науқастарға асқабақ дәнін үзбей жеуге кеңес береміз. Өйткені бұл дән қандағы холестеринді төмендетіп, тромбтың түзілуін реттейді. Құрамындағы фосфор, мыс, темір элементтерінің арқасында қаназдық пен атеросклероз ауруынан айықтырады. Сонымен қатар ми жұмысында жақсартады. Асқабақ дәнектерінің құрамындағы триптофан амин қышқылдары ағзамыздағы серотониннің өнуіне жол ашады. Бұл ұйқының толықтай жақсаруына септігін тигізе алады. Дәнек бойындағы цинк бас мидың жұмысын қалыпқа келтіріп, есте сақтау қабілетін жақсартып, ағзадағы шаршауды басады. Және де асқабақ дәнектері ішек үшін пайдалы. Дәнектердегі жасұнық ішек жұмысын белсенді етіп, ішті босата алады. Іш қату қиындықтарына тап болатын оқырмандарымызға күнделікті тағамға асқабақ дәнектерін қосуға кеңес берген болар едік. Ішек құртымен қатар асқабақ дәндері халық медицинасында ішек құртқа да қарсы қолданылатын ең әсерлі құрал. Паразиттермен алысып жүретін адамдар дәнектерден кейін көп уақыт өтпей-ақ бар қиындықтан арылып жатады. Сонымен қатар асқабақ дәні қатерлі ісіктің алдын алып, қандағы қанттың мөлшерін реттейді. Асқабақ дәні кукурбитин деп аталатын теңдессіз байлықтың қайнар көзі. Ал бұл зат өз кезегінде қатерлі ісік ауруларының алдын алып, ағзаны сақтайды әрі қорғайды. Мамандар асқабақ дәнін үзбей жейтіндердің бауыр, сүт безі, тік ішек, ұйқы безі, өкпе, асқазан қатерлі ісік ауруларына ешқашан шалдықпайтынын растайды. Өздеріңіз білетіндей, қант диабетіне шалдыққан науқастар белгілі бір мәзірде тамақтануы тиіс. Қантты, тәттіні, ащыны, майлыны шектесе, ал көкөніс, жеміс, буға піскен және қайнатылған тағамдарға рұқсат етіледі. Оған қоса асқабақ дәнінің де кереметтей пайдасы бар екені айтылады. Бұл бағалы дән ағзадағы улы затты шығарады, жасушаларды жаңартады, ұйқы безінің жұмысын жақсартады, артық салмақтан арылтады. Кез келген дән, әсіресе асқабақ дәні өсімдік ақуызы мен жасұныққа бай. Ал бұл заттар өз кезегінде ағзадағы майды ертіп, артық салмақтан арылтады. Диетологтардың қарныңыздың ашқанын сезе бастасаңыз, асқабақ дәнін жеуге әдеттеніңіз дейді. Оның құрамындағы пайдалы заттар ішектің жұмысын жақсартып, зат алмасуды реттейді. Сонымен қатар жүкті әйелдер мен ерлерге де пайдасы мол. Жүктіліктің ең алғашқы айларында маза бермейтін жүрек айнулармен жақсы күресе алады.
Көптеген болашақ аналар асқабақ дәнектерінің арқасында жеріктіктің ең қиын кезеңдерін жеңе алады. Ал ерлерге келер болсақ, асқабақ дәнектерінде жеткілікті мөлшерде омега-3 майлы қышқылдары мен цинк бар. Олар еркектердің ағзасындағы темір деңгейінің төмен түсіп кетуінің алдын алады. Сонымен асқабақ дәнінің керемет әрі теңдессіз емдік қасиеттерімен таныстық. Ендеше аталған аурудың алдын алу үшін ағзаны улайтын химикатты дәрілерді емес, керісінше ағзаны дәрумендер мен минералды заттарға байытатын асқабақ дәнін жеуге әдеттеніңіз. Ескертетін жайт, асқазан ішек жолдары қатты бұзылған, ішек жолдары зақымданған, асқазан шырынының қышқылдылығы жоғары адамдарға асқабақ дәнектерімен әуестенбеуге кеңес беріледі. Менің арнам сіздерге пайдалы болса, тіркеліп лайк басып, қоңырауша белгішесін баса кетіңіздер. Және де асқабақ жайлы өз білетіндеріңіз болса, комментарий бөліміне пікір қалдыра кетіңіздер. Сіздермен болған Бинура. Баршаңызға рахмет.